баламен дұрыс қарым-қатынас жасау үшін баланың несін жеке тұлғалығын сыйлау керек деп ойлаймын да. Оның өзінің границасы болады. Мен айтып жатқан жоқ, кішкентай переходной возрастта жүрген баланы бетімен жіберіңіз деп жатқан жоқпын. Вот есейіп қалған кезде, бұл естияр болған кезде бір әйелдер болады да, өзінің баласын өзі бір нәрсеге упрекать етеді ше. Мен сен үшін өмірім өтті. Мысалы, күйеуінен ажырасып кеткен болса, менің жағдайымда, мен сендер үшін өмір сүрдім, мен сендер үшін тұрмысқа шыққан жоқпын, мен сендерді бақтым, қақтым деген сияқты балаға айтады да, ол бала сол жауапкершілікті сезініп, ауыртпашылықты көтеріп өтетін сияқты да өмірден. Менің ойымша, сол үшін баланы ешқашанда упрекать етіп, сен үшін өмір сүрдім, сен үшін құрбандыққа бардым, сендер үшін мен тұрмысқа шықпадым деген сияқты жауапкершілікті арту өте дұрыс емес деп ойлаймын да. Ол полноценный ер азамат болып өсу үшін, мейлі ол қыз бала болсын да, ол жақсы азаматша болып өсіп, өзінің семьясын, отбасын жақсы құрып кетсін десеңіз, ода психологически, моральный ондай сынбасын десең, егер де соның ой өрісі да жақсы азамат болсын дейін десең, балаңа ондай жауапкершілікті арту дұрыс емес деп ойлаймын да. Мысалға, ол сенен сұраған жоқ, иә, сен тұрмысқа шықта, мен үшін ажырасып кет күйеуіңмен деп айтқан жоқ ол. Ондай өмірді ол да тілеп алған жоқ та. Сол үшін балаға ондай жүк арту өте қиын и ауыр да, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол да ертең отбасылы болады. Сол кезде өзінің идеальный өмірін сүру үшін, ол идеальный өзінің отбасын, ол ажыраспау үшін, ол жақсы өмір сүру үшін, ол өзіне жақсы жар таңдау үшін, сен оған өзіңнің салмағыңды салмауың керек. Өзіңнің өміріңнің қиыншылығын өзің көтеру керексің. Өйткені ол өзіңнің шешіміңді қабылдаған. Бала үшін қабылдаған жоқсың, өзіңнің қара басың үшін қабылдадың. Сол үшін балдарға салмақ салу дұрыс емес деп ойлаймын. Бала өзінің өмірін өзі сүргені дұрыс та, өзінің өмірінің сценарийін өзі жазған дұрыс. Оған навязывать етіп, сенікі дұрыс емес, мен сен үшін өмір сүрдім, сен де мен үшін өмір сүр деп, өзіңді оған тықпалап, өзіңнің өміріңді оған тықпалау дұрыс емес деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар?